Сәлем достар, бүгін көздің астының ісінуінің үй жағдайында құтылудың әдістерін айтып өтетін боламын. Яғни бұл жиі кездесетін проблемалардың бірі болып табылады. Көз айналасындағы тері өте нәзік келеді және бәрі теріге бірден әсер етеді. Қан айналымының дұрыс жұмыс істемеуінен, ылғалдың жетіспеушілігінен, одан бөлек түн ішіндегі кофе, компьютердің алдындағы ұзақ отырыс, тым кеш ішілген алкоголь, сыраның салдарынан көз ісігі орын алады. Сонымен қатар ұйқысыздық, ұйқының қанбауы, дұрыс тамақтанбау, шаршау, күйзеліс, стресс, бүйрек ауруы кезінде көздің астында ісіктер пайда болады. Негізгі себептері осы. Енді кейде құрғақтықтан да көздің астындағы қапшықтар пайда болады. Сондықтан адам күніне 1,5-2 литр таза су ішуді қалыптастыру қажет. Алайда кеш ішілген жай судың өзі көз астында қапшық болып бірден байқалады. Сол себепті түнге қарай көп су ішудің қажеті жоқ. Көзіңіздің асты ісіп тұрса не істеу керек? Бірінші әдіс, алдымен 15 рет отырып тұрып, денеңізді шынықтырып алып, артынша душқа кіріп, контрастты душ қабылдаңыз. Біресе жылы, біресе салқын суда жуыныңыз. Осылайша сіз қан айналымының жұмысын жеделдетіп, ондағы судың қозғалысқа түсуіне ықпал етесіз. Қан мен лимфалар қозғалыста болған сайын теріден су тез шыға түседі. Бет-аузыңызды тыржитып, жаттығулар жасап, бұлшық еттерін қимылдатуға тырыссаңыз болады. Көздеріңізді де қозғалтуды ұмытпаңыз. Ол үшін 2 секундтай көзіңізді жұмып тұрып, кейін бақырайтып ашыңыз. Көзіңізді тезірек жыпылдақтатып, қарашығын айналдырыңыз. Бұл сонымен қатар көңіл-күйіңізді көтеріп қана қоймай, көзіңіздің жақсы көруіне әсер етеді. Келесі, мұздың ісік кетірудегі пайдасы ертеден-ақ белгілі. Көзіңіз жиі ісіп тұратын болса, алдын ала мұзды қатырып қойып, минералды суды мұздатып қойсаңыз тіпті жақсы. Өйткені ондағы көпіршіктер микромассаж жасайды, әрі құрамындағы тұздар мен минералдар теріні қоректендіреді. Сонымен қатар көзіңіздің астындағы ісікті тез кетіретін әдіс түймедақтың танинның тұнбасынан компресс жасау. Көз іскенде салқын қияр мен пакеттегі қолданылған шайдың да пайдасы мол. Суық суды өзіне тартып алуға көмектессе, ал қияр теріні сергітіп, шаршағанын басады. Шай болса теріні тартып, орнына келтіруде өзіндік көмек көрсетеді. Осымен достар, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар, яғни подписация батырмасын баса кетіңіз. Келесіде видеолар шығады.